Қайырлы күн. Бүгін сіздерге құрамы ерекше, соған сәйкес дәмі де ерекше күшті болып шығатын пирогтың құпиясын ашамын. Ол ерекше қоспа бізде сүзбе мен алма. Яғни осы екі қоспаны қосып пирог пісіреміз. Одан кейін әдеттегідей шекер, сұйық май және 2 жұмыртқа керек. Ал бастайық. Ең алдымен алманың қабығын аршып, жіңішке етіп турап шығамыз. Одан кейін 2 жұмыртқаға шым-шым тұз және шекерін салып, миксердің ең қатты жылдамдығында аппақ қылып көпіртіп миксерлеп шығамыз. Жұмыртқа дайын болған кезде оның үстіне сүзбені қосамыз. Бірақ сүзбені қоспас бұрын оны шанышқының көмегімен майдалап алғанымыз дұрыс. Сүзбені блендермен де езіп алсаңыз болады. Ол кезден тіптен керемет болып, біркелкі болып шығады. Жұмыртқаға сүзбені қосып, оның үстіне сұйық майды құямыз да күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Енді ұнды қосамыз. Ұнның толық мөлшерін видеоның астындағы описание бөлімінде жазатын боламын. Ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқышты толтыра қосып, ұнды елекпен өткізіп саламыз. Ұнды 2-ге бөліп салғаныңыз жақсы, сол кезде араластырғанға да өте ыңғайлы әрі пирогтың көтеріліп пісуіне көмектеседі. Ең басында дайындап қойған алмамызды қамырға салып араластырамыз. Пирогтың қамыры осындай қою болып шығуы керек. Осы кезде пешіңізді қосып 180 градусқа қойып қойсаңыз болады. Ал біз пирогтың қамырын 22 см формаға салып, бетін осылай тегістеп, пешке шамамен 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыз болады. Пирог сәнді көріну үшін бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп шықсаңыз болады. Ал оның биіктігі видеодан көріп тұрғаныңыздай өте биік болып көтеріліп шықты. Бұл пирогты өзім де алғаш рет жасауым, бірақ соған қарамастан дәмі өте керемет болып шықты. Ал алма мен сүзбенің үйлесімділігі пирогтан ерекше байқалады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған Замира.